Минустың құпиялары сабақтар сериясын ары қарай жалғастырайық. Өткен сабақтарға әртүрлі мысалдар қарастырып, өтілген материалды бекітейік. Міне бүгінгі мақсатымыз осы. Бірінші есеп өте қарапайым. Оны орындап та қойдым. Міне 4-тің алдында плюс пен минус көбейтілгенде минус болады да, екі қосылғышымызда теріс таңбалы болады. Ондай кезде теріс қосу деп атадық. Екі қосылғыш қосылады, бірақ минус таңбасымен. Болды, минус 36 шығады. Ал енді екінші мысалды қазір біртіндеп шығарып басынан бастап көрейік. Ең бірінші айтатынымыз, кейбір оқушылар аралас бөлшек бар болса, есепте бірден бұрыс бөлшекке айналдыра бастайды. Бірақ біз бір нәрсені ескерейікші. Егер аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырсақ, олардың алымында үлкен сандар пайда болуы мүмкін. Тіпті өте үлкен сандар пайда болады кейде. Ал үлкен сандармен есептеу ауырлау болады, қате де көп болуы мүмкін. Міне осы себептен біз аралас бөлшектерді сол күйінде қалдырып есептейміз, бұрыс бөлшекке айналдырмаймыз. Сонымен бірінші бөлшегіміз минус 1,5-3. Екінші бөлшектің алдындағы плюс пен минус көбейтілгенде минус болады. Минус 3,5-1. Бұл бірінші қадам. Екі қосылғышымызда теріс болғандықтан тағы да теріс қосу. Бөлшектерге қатысты теріс қосуды былай орындаймыз. Минусты қойып аламыз бірінші, өйткені теріс қосу деп отырмыз. Кейін аралас бөлшектердің бүтіндерін қосып аламыз. 4 болады, міне. Ал енді ортақ бөлімі 5 болады, көрініп тұр ол. Ал алымдарын сондықтан қоса саламыз. 4 болады. Есептің жауабы бірден осылай шыға салады, міне. Өте жеңіл. Келесі мысалға өтейік. Екінші мысал. Ондық бөлшектермен берілген ода тұрған еш нәрсе жоқ. Бізді ең бірінші қызықтыратын таңбалары және жақшалар. Мына жерде алдында бірінші жақшаның ішінде екі сан қосылып тұр. Екеуі де теріс сандар. Біз бұлай істейік. Бірден барлық жақшадан құтылуға әрекет істейік. Сол кезде сыртқы жақшаларды ашқан кезде бірінші қосылғышымыз өз таңбасымен қалады. Минус 0,211. Ал екінші қосылғыштың алдындағы плюс пен минус міне мынау көбейтілгенде минус болады. Минус 3,181 болады. Болды, жақшалардың қажеті жоқ. Оны бостан босқа қоймаймыз. Екінші жақшаға да дәл осындай амалдар қолданамыз. Тағы да сәл абайлап. Минус 2,3-тің таңбасы ортадағы плюспен көбейтілгенде минус болады. Минус 2,3 болады. Енді ең соңғы қосылғыштың алдындағы минус пен плюс көбейтілгенде минус болады. Мына жер минус болады. Бірақ сыртқы жақшаны ашқан кезде ол минус тағы да мына ортадағы плюспенен көбейтіледі, тағы да минусты береді. Минус 2,3 болады. Міне барлық жақшалардан құтылып алдық. Міне қарасақ барлық қосылғыштарымыз тағы да теріс таңбалы екен. Яғни бұл да теріс қосу болады. Сондықтан минусты қосып ала саламыз да, болды, барлығын қоса жөнелеміз. Ал енді ондық бөлшектерді кейде бірден қосу қиындау болады, немесе қате кетіп қала береді. Сондықтан ондай кезде бірінің астына бірін жазып, бірден қосып ала салу керек. Бағанда қосып кәдімгідей. Мысалы 0,211-ге қосамыз 3,181-ді.
2, 9, 3 және 3. 3 бүтін мыңнан 392. Минус 3 бүтін мыңнан 392. Ал енді соңғы екі қосылғышты енді қоса салу керек, оңай жеңіл енді. Ол 4 бүтін мыңнан 33 болады. 100-ден 33 болады. Тағы да екі қосылғыш теріс. Олай болса, оларды тағы да қоса саламыз. Қосқан кезде қарасақ, әрине теріс таңбалы болады. Минус 7 бүтін 722. Мыңнан 722 болады. Міне есебіміз шықты. Тағы да айтамын, ондық бөлшектер есептеуге қолайсыздау берілген болса, оны ойланып, уақыт жіберіп отырмау керек. Бірден қарапайым ғана бағандап есептей салу керек. Және бір ескертетіні, үйрену үшін есептеулерді оқушы ешқашан калькуляторға жүгінбеу керек. Калькуляторға жүгіндім дегенше, калькулятормен есептей бергеннен кейін оқушы ештеңе үйренбейді. Калькулятор қайта зиян болады. Осыны ескеру керек. Сонымен үшінші есепке өтейік. Бұл жерде де бірінші жақшаны ашып алайық. Жақшаны ашқанда бірінші қосылғышымыз әрине өзі теріс таңбасы менен ие. Минус 2,9-дан 1. Келесі қосылғыштың плюсы мен минусын көбейткенде минус болады тағы да. 3,9-дан 2 болады. Енді екінші жақшаны алдыңғы есептегі сияқты ашамыз. Плюс пен минусты көбейткенде минус болады. 3,3-тен 2 болады. Екінші соңғы қосылғыштың алдындағы плюс пен минус көбейтілгенде минус таңбасы болады. Минус 1,3-тен 1. Жақшалардан құтылып алдық міне. Қарасақ, алғашқы екі қосылғыштың бөлімдері бірдей, ортақ бөлімге жеңіл келеді. Соңғы екі қосылғыштың бөлімдері бірдей, оларда ортақ бөлімге өте ыңғайлы тұр. Сондықтан тағы да қос-қосынан есептеп ала салайық бірінші. Тағы теріс қосу, минус қойып аламыз. Бүтіндерін қосамыз, 2 мен 3-ті қоссақ 5 болады. 5 болады. Бөлімі 9 күйінде қалады. Алымдарын қоса саламыз. 1 мен 2-ні қоссақ 3 болады. Минус 5,9-дан 3 болады. Әрине 9 мен 3-ті біз қысқартамыз кейінірек. Қазір сол күй тұра тұрсын. Енді келесі екі қосылғышты да қосып аламыз. Ол үшін теріс қосу болғандықтан минусты алдына шығарып алайық. Бүтіндерін қосамыз 4 болады. Бөлімі бірдей. Алымдарын қоса саламыз. Сонда міне мынандай түрге келеміз. Ал енді 9 бен 3-ті қысқартайық. Сонда минус 5,3-тен 1 болады. Ал енді екінші бөлшегіміз 3-тің 3-ке қатынасы 1-ді береді. Ол 1-ді 4-ке қоса саламыз. Сонда 5 болады. Сонда қысқасы мына түрге келеді мені. Минус 5,3-тен 1 минус 5. Мені мына түрге келеді. Енді қалай болады дегенде, теріс қосу, минусты қоямыз да, бүтіндерін қоса саламыз, минус 10,3-тен 1 болады. Міне есептің жауабы осындай болады. Бөлшектермен есептеген кезде сәл-сәл өте абай болып, оқушы өзінің есебін өзі тексеріп отыру керек. Қателер жіберіледі, бірақ сол қатені көп ұзатпай аңғарып, байқап, тез жөндеп отыру керек. Келесі 4-ші есеп. Бұл жерде де сандар жақшамен берілген, және бірінші жақшаның ішінде ондық бөлшекте бар. Сол ондық бөлшекті бірден жай бөлшекке айналдырып жібере саламыз. Жақшаны ашып аламыз. Сонда бұлай болады. 0,8 деген ол 10-нан 8, 10 мен 8 қысқарады да,
5-тен 4 болып қалады. Міне. Ал 6-тан 1-дің алдындағы плюс пен минус көбейтілгенде минус болады. Минус 6-дан 1 болады. Ал келесі бөлшектің алдындағы плюс пен минус көбейтілгенде минус болады. 2/30-дан 1 болады. Теріс таңбалы әрине. Міне бұл бірінші қадамымыз. Енді бұл есептеуді түсініктірек болу үшін бір кішкене бір тірлікті істейік. Ол былай болады. Мысалы, алғашқы екі бөлшекті бірінші ортақ бөлім беріп, айырманы орындай салайық. Ортақ бөлім 30 болады. Бірінші бөлшекке 6-тан тиеді, екінші бөлшекке 5-тен тиеді. Сонда 6-ны 4-ке көбейтсек 24, 24-тен 5 алсақ 19 болады. 30-дан 19 болады. Мұнда тұрған еш нәрсе жоқ. Кәдімгі екі бөлшектің айырмасы. Тағы бір тексеріп жіберейік. 30-ды 5-ке бөлгенде 6-тан болады, 6-ға бөлгенде 5-тен болады. 6-ны 4-ке 24, 24-тен 5-ті азайтсақ 19 болады. Менің айтайын деп отқаным мынау енді. Соңғы бөлшектің бүтінін бір бөлек жазып, бөлшегін бір бөлек жазып алайық. Бұл мағыр бір кішкене нәрсе, дегенмен есептің қалай шығаруын біріншіден түсінуге жеңіл болады, екіншіден қатеге жібермейді бізді. Аңғарайып қарайық. Яғни теріс аралас бөлшектің бүтіні менен бөлшегін бөлектеп жаздық. Ал енді бұл жердегі екі бөлшектің айырмасын бірден табуға болады. Ол былай болады енді. 30 бөлімдері бірдей. 19-дан 1-ді азайта саламыз, ол 18 болады. Минус 2 болады. 30 бен 18 6-ға қысқарады. 18-ді 6-ға бөлсек 3-тен тиеді. Бөліміне 6-ға бөлсек 5-тен тиеді. Сонда 5-тен 3 азайту 2 деген қарапайым айырмаға келеміз. Бұл айырманы әртүрлі қылып орындауға болады әрине. Бірақ біз алайықта мынау бүтін санда бөлшек түрінде елестетейік. Оны жазуда міндетті емес, елестете салуға болады. Мен енді жаза салайын. 2-ні 1-ден 2 деп жаза салайын. Міне сонда ортақ бөлім 5 болады. Түсінікті болып тұр міне. Бірінші бөлшекке 1-ден тиеді, екінші бөлшекке 5-тен тиеді. Сонда алымында 3 азайту 10 немесе минус 7 бөлінген 5 болады. Бұрыш бөлшекті міндетті түрде аралас бөлшекке айналдырып қоямыз. Минус 1/5-тен 2 болады сонда. Міне есебіміз орындалды. 5-ші есепте өте жеңіл. Бірақ бұл есепті алған себебім алдында тұрған бірінші бөлшектің таңбасы минус. Осындай жағдайда қалай шығару керек екенін бір көрейік дедім. Біз бұлай істейік, ыңғайлылық үшін. Екінші бөлшекті қайта, екінші бөлшекті бірінші жазайық. Және оны бірден аралас бөлшекке айналдырып жіберейік. Сонда ол 1/11-ден 3 болады. Ал алдында тұрған теріс бөлшекті кейін жазайық. Міне екі қосылғыштың орнын ауыстырып жібердім. Бұл шығаруға да және түсінуге де ыңғайлы болады деп ойладым. Ары қарай бүтіндерінің айырмасын табамыз, ол 1. Кейін ортақ бөлім береміз 99. Бірінші бөлшекке 9-дан тиеді. Екінші бөлшекке 11-ден тиеді. 29-ды 3-ге көбейтеміз 27, 11-ден 22, 27-ден 22-ні алсақ
5 болатын шығар. 5 болады. Болды, есеп бірден шыға салады. 1,99-дан 5 болады. Алтыншы есепті де осылай шығарып тастайық. Минус 3,3-тен 1 болады. Ал екінші қосылғыштың алдындағы минус пен минус көбейтілгенде плюс болып кетеді. Плюс 2,3-тен 1 болады. Мұны да әртүрлі жолмен шығаруға болады. Бірақ біз былай істейік міне. Минус 3 минус 3-тен 1 деп аралас бөлшектің бүтіні мен бөлшегін ажыратып жіберейік. Жақсылап қарайық міне. Бүтінінің алды минус болғанмен, бөлшегінің алды да минус болу керек мұндай кезде. Осына байлау керек, осы жерден қателер жіберіледі таңбадан. Ал енді плюс болған кезде бүтіні де бөлшегі де плюс болады. Осындай бір нәзік сәттерде қате жіберіледі. Шығарып, есте ұстау керек. Енді не көріп тұрмыз? Минус 3-тен 1 менен плюс 3-тен 1 екеуі жойылады. Өйткені шамалары бірдей, таңбалар қарама-қарсы. Ал минус 3 пен плюс 2 таңбалар әртүрлі болғандықтан азайтамыз. Еске түсірейік ережені. Үлкеннің таңбасын қоямыз. Үлкені минус 3, таңбасы минус болады екен. Үлкеннің кішісін азайтамыз. 3-тен 2-ні алып тастаймыз, 1 болады. Сонда есептің нәтижесі минус 1 болады. Бұл біздің 6-шы есебіміз. Келесі есепке өтейік енді. 7-ші есепте қарапайым теңдеулер берілген, бірақ таңба мәселесі бар. Теңдеу шығарғанда да таңбаға өте абай болу керек болады. Міне осы бір екі мысалды қарапайым теңдеулерге қарастырып жіберейік. Әрине бірінші таңбаны жайғастырып аламыз. Минус 3,7 өзі 5-тің алдындағы 2 минус көбейтілгенде плюс болып кетеді. Плюс 5 болады, минус x тең болады 4-ке. Енді ары-қарай есептейміз. Минус 3,7 мен плюс 5-ті екеуін есептеген кезде үлкеннің кішісін аламыз, үлкеннің таңбасын қоямыз. Яғни, неш болады ана жерде? 1 бүтін плюс 1 бүтін 3 болады. Өйткені плюс 5-тен минус 3,7-ні азайтамыз. Және 5-тің таңбасын қоямыз. Бір тексеріс берейік. 1,3-ке 3,7-ні қоссақ 5 болады. Бірақ таңбасы көрініп тұр. Оң таңба, 5-тің таңбасы оң өйткені. Енді минус x тең 4-ке асықпай шығарып атырмыз. Енді бұдан минус x-ті оң жаққа өткізейік, 4-ті сол жаққа өткізейік. Сонда бізде мынандай болып шығады. Оны кейін аударып жазсақ болады бірден. Осындай кейбір жерлерін жеңіл есептеулер болса, осы да істеп жіберуге болады. X-ті оң жаққа өткіздік, оң жақ оң болып өтті. Тең 1,3-тің қасына 4 минус болып өтеді. Ең соңында теңдеудің шешімі x тең минус 2,7 болады. Міне теңдеудің түбірін таптық. Келесі теңдеуде дәл осылай шығады. Минус 2 плюс 3 болады. Плюс x тең болады 5,2-ге. Минус 2 мен плюс 3 азайтылады. Үлкеннің кішісін азайтамыз. Және үлкеннің таңбасын. Яғни плюс 1 болады. Плюс 1 болады. Бірақ бірден оң жаққа өткізіп жіберсек таңбасы өзгереді. Сонда бізде мынандай болып қалады. X тең болады 5,2 азайту 1 болып қалады. Одан x тең болады 4,2. Өте жеңіл теңдеулер әрине, бірақ күрделірек, қомақтылау теңдеулерде минус таңбасы өте көп араласады. Ондай жағдайда сол бірінші кезекте сол минустарға құрметпен қарап жұмыс істеу керек. Айтпағымыз осы. 8-ші есеп. А нүктесі және Б нүктесі берілген координаттарымен сол екі нүктенің арақашықтығын табу керек.
мұны координата түзуін салып, нүктелерді көрсетіп, есептеуге де болар еді. Бірақ өте қарапайым болғандықтан біз бірден шығара салайық. Екі нүктенің арақашықтығын қалай табады дегенде біз былай істейміз. Екі нүктенің арақашықтығын біз кішкене d деген әріппен белгілейік, міне. D деген әріппен белгілейік. Ол A, B-ға тең. Яғни A мен B нүктелерінің арақашықтығы дегенді білдіреді. Ол былай табылады. Кейінгі нүкте, яғни B нүктесінің координатасынан минус 2,5-тен бастапқы A нүктесінің координатасын азайтамыз. Яғни минус 6-на азайтамыз. Кейін осы айырманың бізге модулі керек. Бұл жөнінде біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Еске салайық, арақашықтық әрқашан оң болу керек. Олай болса, нүктелердің координаттары менен олардың арақашықтығын есептеген кезде арақашықтық теріс шығып қалмау үшін әрқашан оның модулін аламыз. Мен қайталап айттым. Есептеп тастайық енді. Сонда бізде модульдің ішінде мынандай болады. Минус 2,5. Минус пен минус көбейтілгенде плюс болады. Плюс 6 болады. Сонымен модульдің ішінде үлкеннің таңбасы плюс 6-ның таңбасы. Олай болса 10 болады. Және үлкеннен кішіні азайтамыз. 6-тан 2,5 азайтсақ 3,5 болады. Ал енді оң санның модулі әрине 10 болады. Теріс санның модулі 10 болады деген. Міне A, B нүктелерінің арақашықтығы 3,5-ға тең екен. 3,5-ға тең екен. Жауабын астына былай жазып қойсақ болады. 3,5 немесе 3,5. 9-шы есеп. Бұл жерде қосу азайтуға көбейту араласады енді. Көбейту ережелерінде еске түсіріп бекітіп қояйық. Минус 2-ге плюс 3-ті көбейткенде минус 6 болады. Енді минус 3 пен минус 2-ні көбейткенде плюс 6 болады да, олардың алдындағы плюс сол күйінде қалады. Енді минус 4 пен плюс 8-ді көбейткенде минус 32 болады, бірақ ол мына минуспен көбейтіледі, плюс 32 болады. Плюс 32 болады. Таңбаны мұқият тексеріп пайдаланып жатырмыз. Тағы бір тексерейік. Минус 6 болады, анық. Плюс 6 болады, анық. Мынау минус 32 болады, бірақ мына минуспенен плюс 32 болады. Бәрі дұрыс. Ал минус 6 менен плюс 6 жойылып кетеді, есептің нәтижесі 32 болады. Келесі есеп 3,7-ден 4-ті азайту керек дейді. Бірінші осы жақшаның ішін орындап аламыз. Оны қалай орындаймыз дегенде, біз астына бөлік орындайық. 3,7-ден 2 азайту, ал 4-ті біз былай жазамыз енді. 3,7-ден 7. Тағы да аңғарып қарайық, 4-ті қалай жазуға болады екен? 3,7-ден 7 деп жазуға болады. Оны көптеген оқушылар біледі, мектепте айтылады бұл мәселе. Ал ұмытқан оқушы болса, мұны еске түсіру керек болады. Ал енді бұл жерде бүтіндері бірдей, бірақ айырмасы керек бізге. 3-тен 3-ті азайтсақ 0 болады. Олай болса, бөлшектерін есептей береміз. Бөлімі, ортақ бөлім 7 болады. Алымында 2 азайту 7 болады. Немесе минус 7-ден 5 болады. Бұл бірінші жақшаның іші. Міне осы санды енді екінші санға көбейту керек. Оны жазып алайын бірінші. Минус 7-ден 5 көбейту минус 5-ден 7. Бұл көбейту. Сонда біздің амалдардың реті
мынандай болады қазір. Жазып қояйын мен қазір. Амалдардың ретін өте мұқият сақтау керек. Бірінші амалымыз мына жақшаның іші. Екінші амалымыз көбейтуді орындаймыз. Үшінші амалымыз мына көбейтуді орындаймыз. Төртінші амалымыз ең соңғы мына азайтуды орындаймыз. Міне осы ретпен қазір келе жатырмыз. Минус пен минусты көбейткенде плюс болады. 7 мен 7-ні, 5 пен 5-ті тура осы жерде қысқарта салуға болады. Минус пен минус көбейтілген плюс болады. Олай болса бірге тең болады. Міне осыны алып барып, біз есептің алғашқы бөлігінің орнына қойсақ болады. Яғни бізде бұлай болады. 1. Енді үшінші амалды қарасақ, минус 8 пен 3-ті көбейткенде минус 24 болады. Ал минус 24-ті алдындағы минус көбейткенде плюс 24 болады. Яғни біз мына жерге бірден плюс 24-ті жаза саламыз. Созып отырмаймыз. Бұл 25 болады. Міне осылай таңбаны абайлап отырып істеу керек әрине. Біз өңшең таңба туралы әңгіме айтып жатырмыз. Ал есептеулер ол қосымша мәліметтер біз үшін қазірше. Ал бөлшектермен есеп шығаруға біз бөлек сабақтарды арнаймыз. Бөлшектермен есептеулердің де өте үлкен құпиялары бар. Көптеген қателер жіберіледі. Бөлшектермен әркім әртүрлі есептейді. Оның тиімдісі бар, тиімсізі бар. Оны іріктеп, тиімді әдістермен шығарып әлі үйренеміз. Бөлшектермен есептеу ол бөлек тақырып біз үшін. Сонымен ең соңғы 10-шы есеп. Бірінші жақшаны орындаймыз әрине, бірінші амал. Екінші амал көбейтуді орындаймыз. Үшінші амал көбейтуді орындаймыз. Ең төртінші амал азайту. Тура алдыңғы есептегі сияқты амалдардың реті. Ал бірінші бөлшекті жақшаның ішін қалай орындаймыз? Жақшаның ішін қалай орындаймыз? Мен бұлай істеймін. 2 қосу 5-тен 3. Не істегенімді енді түсінуге болады. Алдыңғы есептерді айттым мен. Аралас бөлшектің бүтінін бір бөлек, бөлшегін бір бөлек жазып көрейік. Түсініктірек болу үшін. Екіншінде, бірақ алды минус болғандықтан, оның бүтін бөлігі де, бөлшек бөлігі де теріс таңбамен болады. Міне осы таңбаны көрсету үшін осындай әдіспен шығарып бастадық. Қарау керек. Енді бүтіндерді есептей саламыз. 2 минус 3 ол минус 1-ге тең болады. Ал енді ана 2 бөлшектің екеуін ортақ бөліммен есептей саламыз. 5 болады. Бөлімдері бірдей болғандықтан алымдарын азайта саламыз. 2 болады. Ал енді мұны қалай есептейміз дегенде, мұны да әртүрлі есептеуге болады. Бірақ біз бұны қазір ортақ бөліммен есептейік. Ортақ бөлім 5 болады. Мынаған бірінші 5-тен тиеді, екінші бөлшекке 1-ден тиеді. Сонда минус 5 плюс 2 болады. Немесе минус 5-тен 3 болады. Енді осы санды минус 3-тен 5-ке көбейтеміз. Минус 5-тен 3-ті көбейтеміз минус 3-тен 5-ке. Минус пен минусты көбейткенде плюс болады. Ал 3 пен 3-ті, 5 пен 5-ті әрине қысқартып жібереміз. Сонда 1 шығады екен. Енді келесі қосылғышты мені көрсетіп тұрмын. Минус 6-ны 2 көбейтсек минус 12 болады. Алдындағы минусқа көбейтсек плюс 12 болады. Сонда 1 қосу 12 нәтижеде 13. Есептің жауабы 13 екен. Міне бүгін біз таңбаларға берілген бірталай есептерді талдап, таңбаларға өте нақты мән беріп, бөлшектермен шығардық, ондық бөлшектермен шығардық, теңдеу шығарып көрдік. Әрине қиын есептер емес енді, бірақ таңба мәселесін игеруге пайдалы болады ғой деп есептеймін. Осымен сабақ аяқталды.